Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен көктемнің алғашқы мерекесіне орай, яғни әйел қыздар мерекесіне орай, дәл осындай Whoopie Pie тортын 8 цифрасы ретінде дайындап көрсететін боламын. Ол үшін менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Расында барлығының жүрегін жаулаған дәл осындай Whoopie Pie тортын сіздер өздеріңіздің жақын жандарыңызға сыйға тартсаңыздар, өте керемет болады. Ең алдымен біз сары майымыз бен шоколадымызды ертіп аламыз. Ол ерігенше осылай жұмыртқаны бір ыдысқа саламыз. Ыдысымыз құп-құрғақ және де тап-таза болуы қажет. Жұмыртқалардың бәрін бір ыдысқа салып, содан кейін үстіне бір немесе екі бөлікке бөліп, шекер салып, миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз әппақ болып осылай көпіруі қажет. Содан кейін біздің жаңағы еріген шоколадты массамызды салатын боламыз, яғни құятын боламыз. Шоколадты массамыз қатты ыстық болмауы қажет, сондықтан да біз шоколадты массамызды суытып аламыз. Себебі біздің жұмыртқаларымыз пісіп қалуы мүмкін, шоколадты масса қатты ыстық болса. Содан кейін какао разрыхлитель араласқан массамызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Оны да бірден салмаймыз, бірнеше бөліктерге бөліп салатын боламыз. 2 немесе 3 бөлікке бөліп салсаңыздар дұрыс болады. Осылайдан барлығын салып алатын боламыз. Қамырымызды жақсылап миксерлейміз. Одан кейін біз осылайынан пергамент бумагасының үстіне 8 цифрасын қойып, басып шығамыз. Қаламмен немесе ручкамен басып шығуларыңызға болады. Содан кейін осылайынан қасықпен немесе кондитерлік мешокпенен осылайынан 8 цифрасының үстіне қойып шығамыз. 8 цифрасын осылайынан барлығына жағып шығамыз. Егер де пісіп шыққан кезде шет-шеттері шығып кетсе, оған ешқандай да уайымдамаңыздар. Осылайынан барлық жеріне теп-тегіс бір тегіс етіп жағып аламыз. Содан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште өзі көтерілгенше пісіріп алатын боламыз. Пісіру уақыты 5-7 немесе 10 минут әркімнің пешіне байланысты болып келеді. Ең бастысы қатты күйіп кетпеуі қажет. Пешке қарайлап тұруларыңыз маңызды болып табылады. Мінекей осылайынан салып алдық. Міне біздің корждарымыз дайын болып шықты. Енді көріп тұрғандарыңыздай біздің 8 формамыз жоғалып кетті. Бірақ та оған уайымдамаңыздар. Осылай жаңағы біздің трафаретімізді алып өзіміз жасаған осылайынан пышақпен кесіп дайындап шығатын боламыз. Мінекей біздің корждарымыз кәдімгі 8 саны сияқты өте әдемі болып шықты. Енді оларды шетке алып қоятын боламыз суытуға. Біз енді кремін дайындайтын боламыз. Творожный массаны және де сахарный пудраны салып, жақсылап миксерлеп, оның үстіне біз сливкимізді құйып, тағы да миксерлейтін боламыз. Егер де сіздерде мешок жоқ болса, онда еш уайымдамаңыздар. Дәл видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай етіп салафанды пакеттен істеуге болады. Салафанды пакет егер жұқа болатын болса, онда 2 қабат етіп істесеңіздер өте дұрыс болады, себебі ағып кетпейді. Ал егер де салафанды пакеттеріңіз қалыңдау болса, біреу болса да бола береді, яғни 1 қабатты болса да бола береді. Енді осылай салафанды пакетімізді ашып, біздің дайын болған кремімізді ішіне салып алатын боламыз. Мінекей біздің тортымызға кремімізді осылай дайындап алдық. Енді тортымызды осы дөңгелек үстелдің үстінде жинайтын боламыз. Осылайынан 8 цифрасын қойып аламыз. Ең алдымен астына крем жағып, осылай қойып алдық. Енді бір-бірден видеода көрсетілгендей біз шариктерді жасайтын боламыз.
шариктерді жасау қиын емес. Дәл осылай видеодағыдай жасасаңыздар өте оңай болып, әдемі болып шығады. Ең бастысы ниеттеріңіз болса болғаны. Мен үстін қатты әрлеген жоқпын. Осылайынан какао ұнтағы және де сахарный пудраны қосып, бетіне сеуіп шықтым. Және де біздің кішігірім пирожный сияқты вупи-пай пирожныйларын осылайынан қойып шықтым. Мінекей біздің вупи-пай тортымыз осымен дайын болды, достар. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, жеңіл, әрі ерекше дәмді болып шығады. Расында дәл осындай тортты сіздер бір сәттің ішінде жасап, өздеріңіздің құрбыларыңызға, аяулы аналарыңызға, әпкелеріңізге сыйға тарта аласыздар. 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Барлық әйел қыздарды 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Және де менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Маған тіркеліп қойыңыздар. Осылайынан қорапқа салып, сыйлыққа берсеңіздер өте керемет болады. Ең бастысы өз қолдарыңызбен дайындалған ең керемет, ең тәтті сыйлық сіздерден болады. Видео ұнаса, осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.